Құрметті радио тыңдаушылар, сіздерді Салтанат Ермекованың Астана байтақ атты авторлық хабарын тыңдауға шақырамыз. Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгінгі хабарымызда социалистік еңбек ері, тың игеруші Наталья Геллер туралы әңгімелейміз. Баршын мен Қорғалжынның арасы жүздеген километр. Бұл Целиноград облысындағы ең табиғаты көркем, ғажап өлке. Ғажабы сол, мидай жазыққа ойдым-ойдым көлдерді мөлдірете жайып салып, бар әсемдікті қондыра қойған сияқты. Табиғаты әсем өлкенің тағы бір ерекшелігі, мұнда ерте көктем мен қоңыр күзге дейін сарыарқа мен бетпақты баса көктеп, мыңдаған километрді артқа тастап келетін ақбөкеннің топ-тобымен мекен ететіні. Үлкенді кішілі көлдер үстінде үйрек, қаз, тағы басқа да сирек кездесетін құстар ұшып қонып жүреді. Төңірегіндегі мидай ашық даладан бір тұрақтар жер таппай, бәрі де осы көлдерге жеткенше асығатын сияқты. Табиғаты осындай әсем, шұрайлы жердің бір шетін ектей Қорғалжын ауданының Аманкелді атындағы совхозы орналасқан. Мұнда атақты механизаторлар әулеті Геллерттер тұрады. Көктем шыға жауыннан көз аштырмайтын табиғат бұл жылы бұрынғы әдетінен жаңылғандай, көгілдір аспанды бұлт торласа да сәлден соң өкпек жел айдап, ара-арасы сөгіліп батысқа қарай жөңкіп бара жатады. Күн ыстық, жер сарғайған, нәр тамбағалы біраз болған. Ошақ басында күйбеңдеп жүрген Марта Людвиговна тершіген маңдайын асықпай сүртіп, «Мына күн қайтедей, жер дүниені өртеп жіберер ме екен» деп қояды. Осы кезде біреу аулаға кірген. Әйел оны аңғармай қалды. Келген адам ух деп сырттағы көлеңкедегі орындыққа отыра кеткенде ғана байқады. Күйеуі Владимир Иванович екен. Өңі күреңітіп шаршап келгені байқалады. Оған жанарын тастады да, «Ал, нең бар? Әкел» деді. Қазір Владимир деп Марта Людвиговна дастарқан жайып, пісірген тамағын стол үстіне әкеле бастады. Тамақ үстінде Владимир Иванович әлгі Наташадан хабар бар ма деп сұрады. Түс ауа бергенде орталық көшеден шаң шықты. Шаң сейілгенде келе жатқан жеңіл автомашина екені анық байқалды. Қызыл түсті Жигули. Марта Людвиговна елеңдей орнынан көтерілді. Мынау партком секретарының машинасы ғой. Аудан жақтан келе жатыр. Наташасы да бірге келе жатпасын. Ол үйдің ауласынан шығып күтіп тұрды. Айналайын, Наташамды ала келген екен ғой деп ананың жүрегі лүпіл қақты. Қуаныш лүпілі. Жүзі шырайланып, езуіне күлкі үйірілді. Осы қызы экономикалық өзара көмек советіне мүше елдер механизаторларының Тулада өткен жер жырту жарысына 3 рет қатысып, 1 алтын, 2 күміс медаль алып оралғанда да, Целиноград қаласынан өз аты жазылған Кировецті мініп келгенде де тап мұндай сабырсыздана тоспаған болар. Бұл Геллерттер өміріндегі ең үлкен оқиғаның бірі еді. Наташаның көз алдында өткен өмір жолын ой елегінен өткізіп болғанша, Жигули ақырын сырғып келіп есік алдына тоқтай қалды. «Мама» деп Наташа есікті ашып түсе сала анасын құшақтай алды. «Съезд қалай, Москва қалай?» деп Марта Людвиговна сұрап жатыр. «Тамаша, мама, бәрі де ғажап» деді Наташа көтеріңкі леппен. Қази мен Наташаның отау тіккендеріне 1 жыл өткен. Бұлар ол кезде совхоздың ескі үйінде тұратын. Марта Людвиговна күн аралатып қызына соғып тұрады. Осы жерде құдағиы сақышта табыла кетеді. Ол да үйінде байыз тауып отыра алмай, келінінің айы күні жеткенін ойлап, үй тіршілігіне септесуге келеді. Бұл жолы да ол Марта Людвиговнадан бұрын жеткен екен. Тершіген маңдайын сүртіп қойып, шай қамдап жүрген. Құдағиын көріп, «Марта құдағи, төрлет, жоғары шық» деді жылы қабақпен. «Сақыш құдағи, сіз де осында екенсіз ғой» деп ол төрге озды. «Наташа, сенің қызың болса маған келін, бірақ мен оны өз қызымнан кем көрмеймін». Марта Людвиговна балаларына қарап сүйсініп отыр. «Айналайындар, еңбектесе жанып түседі ғой бәрі де. Мына Аннаның да күйеуі жап-жақсы бала өзі. Еңбекшіл, табанды, байсалды, сөзіне тұрақты жан екен. Бұл қызым да сәтімен құтты орнына қонды ғой» деп толғанған ана жүрегі елжірейді. Таң ала кеуімнен Геллерттер егіс даласына қарай беттеп барады. Табиғаты әсем жердің жаны сұлу, еңбекшіл адамдары егіс даласында еңбек жырын тағы да шерте бастады. Bir bağlı еңбек үшін
берекелі туған жер. Мәңгіге мекенетіп гүл даланы орнатты құтты жерге мың қалалық шайқалып шапыралып жасы шегіп ақтайын балдың тері қалады өміріміз баралап сәт сапарап тұрған жер гүлді жайнатындағы берекелі туған жер. Ұлытан даңқы туға табысыңа тың жерде бізді биыл табысыңа жер жүзі азаматы айтып елім қалмаусын тасындағы табысыңа өміріміз нұрлап сән салтанат тұрған жер гүлді жайнатындағы берекелі туған жер. Гүлді жайнатындағы берекелі туған жер. Осымен хабарымыз аяқталды. Хабар Орынбай Оралбековтың «Серт пен сенім» атты кітабы бойынша дайындалған. Тексті оқыған Қазақ радиосының редакторы Бейбіт Мекеев. Хабарды дайындағандар саунд-дизайнер Шоқан Тоқжолов пен Салтанат Ермекова. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Астана байтақ хабарын тыңдадыңыздар. Келесі кездескенше